Сәлем достар, менің есімім Гүлзинат, жасым 26-да. Сіздерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме қуаныштымын. Кішкене қобалжып тұрмын, себебі менің осы YouTubeға түсіріп жатқан алғашқы видеом, сондықтан сіздерге егер пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып каналыма тіркеліп алсаңыздар қуанып қалатын едім. Негізінен мен таргетолог болып жұмыс жасаймын. Инстаграмда өзімнің блогымды қолға алып, тұрақты түрде жүргізіп жатқан осы бір айдай уақыт болды. Осы YouTube каналды ашудағы негізі ең басты мақсатым, яғни мысалы білесіздер, Инстаграмда видеоның ұзақтығы шектеулі, қатты ұзақ видеолар адамдарға отклик бермейді. Сол себепті де YouTube каналы ашып, өзімнің осы жолда маған шынымен де пайдасын тигізген пайдалы дүниелермен бөліскім келеді. Сол себепті осы YouTube каналды ашуды жөн көрдім. Негізі мен таргетолог болсам да, бірінші видеомды жалпы блог бастағысы келіп жүрген адамдардың ең үлкен бойы, яғни камера алдында қысылу, ұялу тақырыбында жасағым келіп тұр. Яғни басқалар не ойлайды, камераға қарасам ұялып қаламын, стористі қалай саламын деген сияқты хаттар маған өте жиі келіп тұр. Сол себепті осы тақырыпта өзімнің алғашқы YouTube видеомды түсіруді жөн көрдім. Яғни мен осы жолды бастаған кезде маған қандай дүниелер көмектесті, қандай техникаларды пайдаландым, сол жайында сіздерге бүгін ашығынан айтып бөлісетін боламын. Ең бірінші блог бастағанда барлығымыздың ойымыздан тұратын, яғни мен де ол басымнан өтті, яғни басқалар не ойлайды, блогер болып кеттің ба, не салып жүрсің сторисқа деген сияқты ойлар ғой. Мысалы, жақыным, туысым, негізі жақын адамдардан ыңғайсызданамыз, яғни олар не ойлап қалады екен деген ой біздің миымызда тұрады. Ал сол ойды алып тастау үшін мен мынадай техниканы пайдаландым. Таныстарыңыздан, туыстарыңыздан қатты ұялатын болсаңыздар, қатты енді блогты бастап келе жатқан болсаңыздар, ондай болса ол кісілерді кішкене камераға үйренгенше, блогқа үйренгенше заблокировать етіп қойсаңыздар да болады. Мен олай жасаған жоқпын, себебі ол кісілердің мені қолдайтынын, маған ондай сөздер айтпайтынын білдім. Сол себепті мен не болады деген техниканы өзімнің блогымда пайдаландым. Ал бұл техника қалай жасалады? Менің ойымда мынандай тұрды, қазір мен сәлем достар, қалайсыздар деп айтып сторис салатын болсам, анау пәленше не деп ойлап қалады екен, күлетін шығар, ертең мен көрген кезде осы туралы айтатын шығар деген ойлар миымда тұрды да, бірақ ойландым. Мен сөйтіп сторис салсам не болады? Не болады? Ештеңе болмайды. Ол кісінің менен басқа 1045 проблемасы бар. Яғни отырады да Инстаграмды ашып қарайды, менің сторисімді көреді, яғни мен сәлем достар, қалайсыздар деген сияқты сөздерді айтып жатамын, блогер болып, мен осындай блог бастауға шешім қабылдадым деген сияқты. И одан кейін не болады? Соның бәрін ойлаймыз. Өзіңіздің қатты қысылатын адамыңыз болатын болса, соны прям көз алдыңызға елестетіп, көзіңізді жұмып ойлаңыз. Мен осылай сторис салдым. Ары қарай не болады? Ол адам маған не айтуы мүмкін? Ол адам басқаларға не деп айтуы мүмкін? Мүмкін мені мазақ қыла ма, күле ма деген сияқты бүкіл миыңызда тұрған жаман ойлардың барлығын ойлап шығыңыз да. Сосын оны до конца жеткізіп, сол жаман ойларды. Онан кейін көзіңізді ашып айтыңыз өз-өзіңізге. Сіздің бір сәттік, әшейін бір секундтық, мына блогер болып кеткен ба деген сөзі сіздің бүкіл армандарыңыздан биік болмауы керек. Сол себепті де жаман ойлардың бәрін ойлап болғаннан кейін позитивті ойлап, не болыпты деңіз да, болды, ары қарай сторисіңізді салып, рилстарыңызды түсіріп кете беріңіз. Бұл техника маған өте қатты көмектесті, айтып тұрғанымдай. Немесе бұл техниканы көзбен визуализация жасай алмайтын болсаңыз, онда параққа жазыңыз. Бір блокнотты алыңыз и жазыңыз. Мен қазір сторис салсам не болады? Или мен қазір мынандай рилс салсам не болады? Мысалы, кім ағам мынандай деп айтуы мүмкін, жеңгем былай деп сөйлеуі мүмкін деген сияқты өзіңіздің ойларыңызды толықтай параққа жазып шығыңыз и жазып болған кейін соған қарап өзіңіз позитивті түрде ойланыңыз. Олардың ойлары мен үшін маңызды емес. Мен үшін маңыздысы менің армандарым, менің армандарыма жеткенім деп ойласаңыз, бүкіл жаман ойлардың барлығынан арылып, басқалар не дейді екен деген ой сіздің миыңызда уже тұрмайтын болады. Басқа бір кісілердің ең басты қорқынышты болып бастаудағы ол камерадан ұялу, яғни суретке түсуге ыңғайсыздану, видео түсірсе өзінің даусынан ыңғайсыздану, камераға дұрыс қарай алмау екінші бір кісілердегі басты қорқыныш болып табылады. Сол кісілерге арнап мен өзімнің басында қолданған техникамен бөлісім келіп тұр. Негізі басында мен түрімнен емес, кішкене іс-қимылдарымнан, осындай даусымнан ыңғайсызданатын, сол кезде осы техниканы пайдаланып көрдім. Бұл техниканың аты жабық бөлме деп аталады. Жабық бөлме техникасында, яғни сіз тек өзіңіз ғана болатын бір бөлмеге кіріп алыңыз. Телефонды аласыз да и бірінші басында передний камерамен түсіре беріңіз, өзіңіз үйреніп кеткенше. Солай видеоны ашасыз да и айтасыз: қайырлы күн достар, не істеп жатсыздар, қалайсыздар деген сияқты өзіңіздің ойыңызда не тұр, сол сөйлемдердің барлығын айтып,
ойыңыздың барлығын айтыңыз и видеоны өшіріп, сол видеоны міндетті түрде өзіңіз қайтадан көріңіз. Бұл қалай көмектеседі? Яғни сіз видеоны қайтадан көргеніңіз арқылы өзіңіздің іс-қимылдарыңызды, камера алдындағы сөздеріңізді, даусыңызды қабылдайтын боласыз. Бірден бастап кету, бірден жасап кету өте қиын, бірақ уақыт өте келе сіз өзіңіздің даусыңызға үйренесіз, өзіңіздің түріңізге, іс-қимылдарыңызға үйренесіз. Техниканы жалпы вообще видеоға осылай сөйлеп шығып көрмеген адамдарға арналған. Ал егер сіз арасында солай өзіңізді көрсетіп, даусыңызбен сөйлеп, мысалы, камераны өзіңізге емес, жан-жағыңыздағы адамдарды солай түсіріп сөйлеп жүрген адам болсаңыз, онда өзіңізге камераны үйрету үшін күнделікті қандай тірлік жасайсыз? Мысалы, тамақ жасап жатып, қыздар қараңыздар, мен бүгін осындай макияж жасап жатырмын деген сияқты солай сөйлеп камера алдында өздеріңіздің қорқыныштарды жеңе білесіздер. Осы айтқан техниканы жасап үйренгеннен кейін сторисіңізге салыңыз Инстаграмға. Сіз осы кезде ойлауыңыз керек, сторис ол 24 сағат тұрады Инстаграмда, ол рилс сияқты прям постта тұрмайды. Постта тұрса да, сізге қатты ұнамай жатса, өзіңізді ыңғайсыз сезініп жатсаңыз, онда өшіре саласыз. Ол навсегда тұратын бір зат емес. Сол себепті де стористі салыңыз. Өзіңіздің мысалы қорқыныштарыңыз болса, айтыңыз. Мысалы, мен сіздерден ұяламын, блог бастайын десем деген сияқты өзіңіздің қорқыныштарыңызды айтып та сторисқа шықсаңыздар болады. Және осы жерде біз миымыздағы идеальный болу керек деген шаблонды алып тастауымыз керек. Мен мына жерде ыңғайсыз сөйлеп қаппын, мына жерде түшкіріп қаппын, мына жерде балам жөтел қапты деген ойлардың барлығын алып тастап, просто жасаңыз. Яғни бұл жерде біз әрекет етеміз, нәтижесін беретін Алла екенін ұмытпауымыз қажет. Сіздерге бүгінгі тақырып пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, Инстаграм және TikTok парақшаларыма тіркеліп кетсеңіздер, астына описаниеге белгіледім. Және де келесі видеода қандай тақырыпты қозғағанымды қалайсыздар, сол жөнінде комментарийға жазып кетсеңіздер қуанып қалатын едім. Барлығыңызға пока-пока.